Сәлеметсіңдер ме? Қайырлы күн. Күндей жадырап, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай таза көңілмен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ю әрпінің жазылуы. Бүгінгі сабақта ю әрпінің емлесін сақтап жазуды, ю әрпінің айтылуы мен жазылу ерекшеліктерін салыстыруды, сөздерге дыбыстық талдау жасауды үйренесіңдер. Оқушылар, балды жақсы көретін қандай аң бар? Қанеке ойланып көрейікші? Әрине, ол аю. Ол балды өте қатты жақсы көреді. Ендеше мына өлеңнің ұйқасын тауып көрейік. Ормандағы аю ойы балға, қою немесе тою сөздерінің біреуін таңдап оқимыз. Ормандағы аю ойы балға, тою. Мына сөздерді оқиық. Аю, қою, тою. Бұл сөздер қандай дыбыстармен аяқталып тұр? Ю дыбысымен аяқталып тұр екен. Ендеше сабағымыздың тақырыбы ю әрпінің жазылуы. Ю әрпі қазақ тілінде де, орыс тілінен енген термин сөздерде де жазыла береді. Ю қос дыбыстың таңбасы. Яғни ол қысқа и мен у дыбыстарының қосарлануы арқылы жасалады. Ою, үй-у, 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 жаю, жай-у, кей-у, кей-у, қою, қой-у. Қазақ тіліндегі сөздерде и әрпінен соң у әрпі жазылмайды, ю әрпі жазылады. Қи, қию, ки, кию, ти, тию деген сияқты. Есіңде сақта. Ал ю әрпі жазылмай, и, у, қысқа и, у дыбыстары естілуі бойынша жазылатын сөздер кейуана, айуан, хайуанат, хиуа, миуа сөздері. Ендеше 63-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Болат пен Юра құрылыс басына барды. Құрылыста адамдар көп екен. Құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр. Үйдің бірінші қабатында сылақшылар бригадасы жұмыс істеп жүр. Гүлсара мен Юля тәтей құбырларды қою сырмен сырлады. Ал Марат аға кранда жұмыс істейді. Құрылысшы болған қандай жақсы. Оқушылар, мәтіннің мазмұнын айтып көріңдер. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жазып, сол жазған сөздерінің айтылуы мен жазылуын салыстырыңдар. Жаңа ақпарат. Сөзде и, у дыбыстары естілгенімен, жазуда олардың орнына ю әрпі жазылады. Мысалы, аю, көркею. 63-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Ою, ою, ойым барды, ойналмастан ойын қалды. Қарамен жазылған сөздердің астын сызып, мағынасын түсіндір. Ю әрпінің қандай дыбыстардан тұратынын айт. Балалар, ою сөзіне назар аударайық. Ою сөзінде жазылғанда 2 әріп жазылады, ал айтылғанда ой-у 3 дыбыс естіледі. Демек, ою сөзінде 2 әріп, 3 дыбыс бар. Мұндағы бірінші тұрған ою сөзі зат есім, ол не деген сұраққа жауап береді, ал екінші тұрғаны етістік, яғни қимыл қозғалысты білдіріп тұр екен. 64-ші жаттығу. Сөздерді оқы. Олардағы дыбыстар мен әріптерді сана. Дыбыс саны мен әріп санының сәйкеспеу себебін түсіндір. Оқушылар, бізге көбею, молаю, үлкею, есею, сарғаю сөздері берілген. Мысалға біз көбею сөзін алайық. Көбею сөзінде 3 буын, 5 әріп, 6 дыбыс бар. Енді осы көбею сөзіндегі дыбыс саны мен әріп санының сәйкеспеу себебін анықтауымыз үшін сөзге дыбыстық талдау жасайық. К дауыссыз қатаң дыбыс, Ө дауысты жіңішке дыбыс,
Б дауыссыз ұяң дыбыс, Е дауысты жіңішке дыбыс, Ю дауысты қосарлы дыбыс. Яғни ю қысқа и мен у дыбыстарының қосарлануы арқылы жасалып, көбею сөзінде айтылғанда 6 дыбыс естіліп тұр екен. 66-шы жаттығу. Оқы. Аю мен қасқыр. Бірде қасқыр аюлардың қыста шықпау себебін білгісі келді. Ол аю не деп жауап беруі мүмкін? Ол қасқырға қандай ақыл кеңес береді деп ойлайсыңдар? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені әрі қарай өздерің жалғастырып көріңдер. Мен сендерге бірнеше ақпарат бере кетейін. Оқушылар, білесіңдер ме? Аюлардың қыста ұйықтауы оларды аштан өлуден қорғайды екен. Аюдың ағзасы тамақты көп қажет етеді. Ал жануарларға қыста мұндай мөлшердегі азық табу оңай емес. Қыста ұзақ ұйқыға кеткен аю қозғалыссыз жатады. Оның үстіне оның дене температурасы 30 градусқа дейін түсіп, жүрек әрі өкпе қызметі баяулайды екен. Ағзаның мұндай қалпы ұзақ ұйқыға дейінгі аюдың жинап алған майын үнемді түрде жұмсауға көмектеседі екен. Бұл оның қыстан аман есен шығуының бірден-бір себебі. Ал аюдың аяғын жалауы оның қарнының ашқанынан емес. Бұл әрекетімен аю құрғап бара жатқан табанын нәрлендіріп және қабыршақтан құтылу үшін жасайды екен. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша өзімізді жетістік баспалдағына орналастырайық. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.